Қайырлы күн достар, сіздермен Мерей. Бүгін біз универсальный тестаны қалай ашытуды үйренетін боламыз. Универсальный теста осылай ашып, көтеріліп, әдемі болып шығады. Бұл тестамен мен өзім дүкенге өткізетін осындай қазіргі хит болып жатқан кармашки, яғни сэндвичтарды жасауға болады. Осындай жұмсақ болып шығады. Және де бұл тестамен бургер және бауырсақ, пирожки барлығын істей беруге болады, гамбургер барлығын істей беруге болады. Сондықтан осы тестаны сіздер үйреніп алыңыздар. Бұл тестаны үйреніп сіздер магазинге осылай мен сияқты зат өткізсеңіздер болады. Алдымен осылай таза ыдысымызға жылы сүт құямыз және де жылы су құямыз. Екеуін араластырғанда міндетті түрде жылы болып тұру керек. Осылай қолымызбен тексеріп көреміз. Ары қарай бір шай қасықты толтырмай тұз саламыз. Оның үстінен шекер саламыз және де осылай 1,5 шай қасық дрож қоссаңыздар болады. Мен осындай пакмая деген дрожды қолданамын. Осы жақсы көтеріп шығарады. Осылай қолымызбен дрож, шекер, тұз барлығы ергенше жақсылап араластырамыз. Оның үстінен бір жұмыртқаны саламыз. Жұмыртқада бөлме температурасында тұруы керек. Бұл кезде біз барлығы жылы тұрса бөлме температурасында, сонда қамырымыздың көтерілуіне жақсы көмектеседі. Осылай таразыға қойып, ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп саламыз. Електен өткізіп салсаңыздар, біздің қамырымыз жақсы көтерілуіне көмектеседі. Ұнды салғаннан кейін осылай қолымызбен сумен жаңағы массамен осылай ұн бір-біріне араласқанша қолымызбен араластырамыз. Ұн бізде высший сорт ұн, высший сорт қолданғандарыңыз дұрыс. Кез келген ұн болуы мүмкін. Менде 100 пудов ұны высший сорт. Басқа да кез келген ұнды қолдансаңыздар болады. Ұнның тығыздығы әртүрлі болғандықтан бірден ұнның барлығын салып жермейміз. Осылай бізге 900 грамм керек болса, 600-700 граммын салып, осылай қолымызбен илеп аламыз. Оның үстінен еріп тұрған сары майымызды саламыз, яғни бөлме температурасында тұрған сары майды саламыз. Микроволновкада ерітіп, олай қажет емес. Осылай қамырға сары майдың барлығы сіңгенше араластырамыз. Менде 72% шедевр сары майы. Сіздер сол майды қолдансаңыздар болады, немесе басқа да майлар түрін осы жерге қалдырып кетемін. Қазір қалған ұнды салып, қамырымызды жақсылап бір келкі болғанша араластырып, осылай дайындап илеп аламыз. Міне достар, қамырымыз осындай иленіп шықты, жұмсақ болады. Ыдыстарыңызды осылай тап-таза қылып алсаңыздар болады. Міне қамырымызды осындай жұмсақтықта болуы керек. Қақпағын жауып, жылы жерге қоямыз. Мен осындай микроволновканы жылытып алып, ішіне салып қоямын. 40-45 минутта ашып шығады. Міне достар, қамырымыз осылай ашып шықты. Ашқан қамырды кез келген өзіңіз қалаған выпечка пісірсеңіздер болады. Пицца да жасауға болады бұл қамырмен. Келесі видеода өзімнің магазинге өткізіп жүрген кармашки, яғни сэндвичтің жасалу жолын көрсететін боламын осы қамырдан. Келесі осы сэндвич кармашкидің рецептін жіберіп алмаш үшін қазір подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңыздар. Осылай томпайып, әдемі болып көтеріліп пісіп шығады. Міне менің осы қамырдан жасаған кармашки мен бургерлерім дүкенге апарып өткізіп келдім. Келесі рецептте осы кармашкидің жасалу жолын көрсететін боламын.